Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай әдемі валик жастығын тігуді үйрететін боламын. Алдымен лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді қазіргі таңдағы қыз жасауында әдемі сән беретін және де бағалы жастықтардың бірі бұл валик жастығы. Сонымен қатар үйіңізге де сән беретін жастықтардың бірі осы валик жастығы. Сондықтан да мен сіздерге үйретіп кетуді жөн көрдім. Алдымен біз валик жастықты бастамас бұрын дәл осындай құрақ құрап шығамыз. Ол үшін маған керекті заттар: бірінші, шыт мата, размері 16-16, ортасын теңдей бөліп алдым. Дәл ортасына көз матамыз 4-4 размерде. Одан кейін жасыл және сұр мата алдым. Олардың размері ендері, яғни 3 сантиметрден. Айналдыра көз матамды тігіп шығам. Сонда жылжымай құрағымыздың түзу размерлерінің бірдей шығуына үлкен көп көмегін тигізеді. Енді келесі жасыл матадан бастаймын. Естеріңізде болсын, қандай матадан бастадыңыздар? Бірінші, барлық табақшаңызды солай бастаңыздар. Мінекей түгін ескере отырып, түгін төмен қаратам. Сөйтіп құрап бастаймын. Тағы да жасылды салам. Бұл тура осылай құрақ міндетті емес, өздеріңіздің қалаған құрақтарыңызды құрауға болады. Енді бір құрағаннан түзу шығатын әдіс бұл осылай. Ашып, қайттан бір жүріп өту. Жаңағы құрағымыз сол кезде түзу болып, яғни әр табақшамыздың размерлері бірдей болып шығады. Кейбір кезде болады ғой, қисайып кететін, дұрыс шықпайтын. Міне жаңағы әдісті қолдансаңыздар, құрағыңыз түзу шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, әрі түзу, әрі әп-әдемі. Осы құрақ тіккенде астындағы шыт матаның неғұрлым қатты болған дұрыс. Сонда құрағыңыз әдемі қатты болып шығады. Мінекей 12 табақша құрап шықтым. Осындай узор салдым, яғни ромбиктер. Енді осыны бір-біріне тігіп шығамыз. Ол өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Ең бастысы түзу болып, осылай бір-біріне тігіліп шықса болғаны. Енді мына жақ шетімен мына жақ шетіне мен тағы да жан-жағына маталар тігіп салатын боламын. Ол естеріңізде болсын, әдемілік үшін. Мінекей беж матасын және жасыл матасын жүріп өттім. Олардың размері 3 сантиметрден, мынаның да размері 3 сантиметр, мынанікі де 3 сантиметр. Енді осыдан кейін жасыл матамды салмас бұрын арасына кант салып кетем. Яғни бұл кантының ені 2,5 сантиметр, ортасына 1 сантиметрге жетер жетпес кез келген матаны алғыла түсін. Сол матаны ортасына қалдыра отырып тігіп шығам. Енді бірінші тігіп алып, содан кейін барып, осындай матаны түйреуіштің көмегімен жүргізіп өтсеңіздер де болады. Бірақ маған өзіме осылай ыңғайлы болғандықтан осылай тігіп шығам. Бұл кант негізінен дайыны да кез келген фурнитура дүкендерінде сатылады. Бірақ мен осылай жасай салам. Бұның да түсін. Жалпы валиктің түсін өздеріңіздің қалауларыңызша, өздеріңіздің фантазияларыңызбен түрлі-түрлі қылып өзгертуіңізге болады. Мынау шетінде тұрған беж бен жасылды тіпті қасына тағы басқа түсті араластырып та жасауыңызға болады. Жалпы размерінде де валиктің ешқандай нақты қатып қалған ештеңе размер жоқ. Бәрі өз қалауларыңызша. Енді жалпы маталарымның размерін, барлығының размерін мен төменде описание бөліміне жазып кетем. Сол жерден қарап алуларыңызға да болады. Мынау ортасындағы матамыз әр қарай итере отырып, шетінен тігіп шығыңыздар. Бұл не үшін дейсіздер ғой, ортасындағысы? Ол жаңағы матамыз қатты болып
әдемі болып тұру үшін. Енді осыны жаңағы ұзына бойына жүріп шығам. Енді бұл неге валик жастығымызға біз бір жақ шетінен ғана көріп тұрғандарыңыздай қосып жатырмыз. Екінші жақ шетінен де қосуларыңызға болады, тіпті замок та салуға болады. Енді ол барлығы өз қалауларыңызша. Мен бұған замоксыз жалпы бірден тігіп кете беремін. Өйткені мен қазір резинкамен қыстыратын болғандықтан маған замоктың қажетті емес. Өйткені жуу үшін жаңағы резинкамды шешемді жуып ала салады. Ал енді резинкаға салмай егерде тігіп кететін болсаңыздар, екі ұшын немесе жіппен байлайтын болсаңыздар, ол кезде жаңағы шетінен жасырын замокты салып кетесіздер. Енді алдағы уақытта жасырын замокты салудың да сабақтарын көрсететін боламын. Мінекей, енді көрдіңіздер ғой, мінекей, осылай енді ашып қоймаймыз. Осы жабық бетінде, осылай тұрған бетінде бұлай ашпаймыз. Қайттан қайырып қоямыз. Міне тура осы тұрған бетіне үстіне екінші жасыл матамызды қойып, осы ұзына бойына түгін ескере отырып, яғни түгін төмен қаратып тігіп шығамыз. Осы ұзына бойына естеріңізде болсын, кантта ашып барып тікпеңіздер. Сол қалай тігіп келдіңіздер, сол күйінде тұрсын. Соның үстіне матаны, жасыл мата, келесі матамызды қойып, яғни тігіп шығамыз. Мінекей, осылай жүріп шықтым. Ортада кант қалды. Енді мен артық жерін кесіп алып тастаймын. Дәл осы процесті екінші жағына қайталап шығамын. Тура осылай кант тігем, тура осылай жасыл матамызды тігіп шығамыз. Тағы да бір көрсетіп жіберейін. Мінекей, қоямыз ортасына, жабамыз, сосын кейін шетінен жүріп өтеміз. Мінекей, осылай ұзына бойына тігіп жүріп кетеміз. Кейін бұл матаның артылып қалған жерлері ішінде кетіп қалады. Ол көрінбейді. Немесе алып кесіп тастасаңыздар да болады. Мінекей. Дәл осылай жаңағы көрсеткенде қайталап өтем. Одан кейін осы жасыл матамды. Міне, енді біз екі жағында тігіп бітірдік. Енді домалақ болғандықтан валик жастығымыз енді бір-біріне бетін жапсарлатып жауып, әдемілеп, бір-біріне маталарымыздың түстері екіншісінің үстіне аттап кетпейтіндей қойып аламыз да, сосын кейін ұзына бойына жүріп шығамыз. Әдемілеп асықпай. Енді кейбір кезде енді алғашқы тігінді бастап жүрген қыз келіншектер болса, егер құрақ маталарыңыздың, жаңағы құраған табақшаларыңыздың размерлері кішкене сәл өзгерістер болса, оны осылай тігу барысында тарта отырып келістіріп жіберуге болады. Мінекей, мына жердегі тігісті де бір-бірінен аттап кетпей, әр түсті өзінің өз үстіне қойып, астын қарап отырып тігіп шығасыздар. Мінекей, тігіп шықтық. Енді ішін айналдырып, өң жақ бетін қаратамыз. Мінекей, айналдырып аламыз. Әдемі, қатты, әдемі болып шықты құрағымыз. Міне, ромбик түсті шықты, көрдіңіздер ме? Ромбик болып, жасыл ромбик пен сұры ромбик. Енді осы
жасыл матамыздың шетін жобамен 2,5 сантиметрдей айналдыра тігіп шығамыз. Жана мен айттым ғой, резина байлаймыз деп. Міне осы резина сыю үшін 2,5 сантиметрдей қалдыра отырып, айналдыра тігіп шығамыз. Тігісімізді аяқтап қалған жерде сәл жеткізбей тастаймыз. Өйткені біз мінекей қалдырдым сәл тесік, ол жерге түйреуіштің көмегімен резинканы өткізетін боламыз. Тура осылай екінші жағында тігіп шығамыз. Яғни әр жақ басына қандай размерді алыңыз, тура солай тігіп шығаңыздар. Резинаны кіргізетін орын қалдырыңыздар. Міне көрдіңіздер ме, кантымыз әдемі. Әр құрақтың размері бір-біріне келіскен, өте әдемі узор шықты. Енді ішіне мен поролон салам. Осы жер мінекей буып түйіп кетеміз резинамен. Поролон саламыз. Жалпы менің тігіп атқан валик жастығының размері 60 сантиметр, ұзындығының диаметрі 20 сантиметр. Енді осы жерде мен поролонды шетін тігіп кететін боламын. Кішкене қиындау, ауырлау, әдемілеп жаңағы кішкене сәл күш керек тігіп өтеміз. Енді бұл міндетті түрде осындай поролон, яғни губка салу емес. Бұның орнына кейбіреулер синтефон, кейбіреулер холофайр пайдаланады. Тіпті кейбіреулер сыртын ғана поролон, ішіне синтефон, мақта салып жеріп жатады. Менікі таза поролоннан тығыздап отырып орадым, қатты қылдым. Бұл енді жаңағы жастықшамызға тысына кіргіземіз. Енді поролоннан кейін жеке өзіне жаңағы ішінде де матамен тіп кетуге болады. Ол әрине холофайр, синтефон болса, енді поролон болса, ол жаңағы тігу міндетті емес, сыртына чехол. Мінекей әдемілеп салып шықтым. Ендігі біздігі жұмысымыз екі шетіне резинканы түйреуіштің көмегімен айналдырып тігіп шығу, салып шығу. Жаңа тесік тастап кеттік қой, мінекей. Соған түйреуіштің көмегімен айналдырып резинканы жүргізіп өтеміз. Мінекей айналдыра резинкамды жүргізіп алдым. Енді әдемілеп жинастырып алып, қаттылап тұрып, бәрі ортаға түйілгенше тартып, байлап, қалған резинканы ортадағы тесіктен ішіне кіргізіп жүреміз. Қаттылап тартамыз. Тартып, енді артылған, яғни екі байлап жүріңіздер. Артылған резинканы мен қиып тастағаннан көрі осылай көп артылмағаннан кейін ішіне тығып кетем. Тура осылай екінші жағында, дәл осы көріп тұрғандарыңызда екінші жағында да резинаны салып, оны әдемілеп байлап, түйіп, ішіне артылған резинаны кіргізіп жүресіздер. Мен екі жағында түйіп алдым. Ендігі біздің жұмысымыз екі шетін әшекейлеу. Немен әшекейлейміз? Кез келген әрсені салуға болады. Мен андай осында екі үлкен брошканы әрине инен жіптің көмегімен екі жақ шетіне тігіп өтетін болам. Ол сән беретін брошка. Мінекей әдемі көріп тұрғандарыңызда. Бұның орнына кез келген фурнитурада валик жастыққа брошкалар көрсетіңіз десеңіз, түрлі брошкалар көрсетеді. Осымен жастығымыз бітті. Енді маған лайк басып, комментарий жазып, подписать етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі сабағымда кездескенше.